Мен Машкер Кеспаева Мадина Айдарқызы. 4-ші сыныпқа арналған жаратылыстану сабағы. Тақырып жарықтың жұтылуы деген не? Оқу мақсаты. Сабақ мақсаты. Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде жаратылыстану сабағы. Сабағымызды мына өлең жолдарымен бастайық. 1, 2, 3. Сынып іші тып-тыныш. Жалқаулықты тастаймыз, сабақты біз бастаймыз. Жарайсыңдар балалар. Өткен сабақта біз қандай тақырыппен таныстық? Неліктен біз денелерді көре аламыз тақырыбын өткен болатынбыз. Сендерге үй тапсырмасына берілген тақырыпты оқып, мазмұндап келу берілген еді. Барлығымыз дайындалып келдік деген сенімдемін. Оны тексеру үшін бір оқушы тапсырманы айтады. Ал қалғандарымыз тыңдап отырамыз. Үй тапсырмасын айтып болғаннан кейін өз пікірлерімізді қосамыз. Жарайсыңдар балалар. Үй тапсырмасына барлығымыз жақсы дайындалып келіппіз. Ендеше бағалау критерияларына назар аударайық. Бұл жерде ұпай саны берілген. Әрқайсымыз өзіміз жеке жазып отырамыз. Балалар, мына берілген суреттерге ортақ қандай сөз деп ойлайсыңдар? Барлығымыз мұқият назар аударамыз. Дұрыс айтасыңдар. Бұл суреттерге ортақ сөз жарық. Қалай ойлайсыңдар? Біздің сабаққа бұл сөздің қандай қатысы бар? Дұрыс айтасыңдар. Жарық сөзі біздің жаңа тақырыпқа байланысты. Жаңа тақырып жарықтың жұтылуы деген не? Бұл сабақта сендер жарықтың жұтылуы туралы білесіңдер. Жарықтың жұтылуының маңызын түсінесіңдер. Балалар, менің мына сұрақтарыма жауап беріңдерші. Айналаңа қараңдар. Қандай түстерді көріп тұрсыңдар? Жарайсыңдар. Қалай ойлайсыңдар? Жарықтың түсі қандай? Неліктен? Өте керемет. Ал кемпір қосақ қандай түстерден тұрады? Жарайсыңдар. Сұрақтарға өте жақсы жауап бердіңдер. Енді бағалау критерияларына назар аударып, ұпайымызды жазып аламыз. Балалар, мына суреттерге назар аударайықшы. Бұл фотосуреттерді салыстырыңдар. Оларға не ортақ? Кемпір қосақтың 7 түсі қалай пайда болады деп ойлайсыңдар? Бұл сұраққа жұппен ойланып, болжап көріңдер. Жарайсыңдар, тапсырманы орындап болдық. Енді ұпайымызды жазып аламыз. Оқушылар, енді барлығымыз мені мұқият тыңдаймыз. Сендер ақжарық деген сөзді естіген боларсыңдар. Күн сәулесін біз ақжарық ретінде көреміз. Осы ақжарық 7 түстен құралады. Оны ең алғаш рет 1672 жылы ағылшын ғалымы Исаак Ньютон ашқан. Ол жарық сәулесі шыны призма арқылы өткенде 7 түске: қызыл, қызғылт сары, сары, жасыл, көгілдір, көк, күлгін түстерге бөлінетінін байқаған. Кемпір қосақ та дәл осылай пайда болады. Мұнда су тамшылары призманың рөлін атқарады. Жаңбырдан кейін күн шығып, күннің сәулесі ауадағы мөлдір су тамшылары арқылы өткенде ол 7 түске жіктеледі. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Ақ жарық қалай пайда болады? Оны зерттеу үшін, көру үшін біз зерттеу жұмысын жүргізейік. Сендерге қажет құралдар: түрлі түсті қарандаштар, қайшы және қатты қағаз. Жарайсыңдар балалар, енді ұпайымызды жазып аламыз. Балалар, неліктен біз денелерді түрлі түсті етіп көреміз? Қалай ойлайсыңдар? Мына сызбаға қарап, сұрақтарға жауап беріңдер. Бұл жерде бізде 3 сурет берілген. Бірінші суреттің сұрағына бірінші қатар, екінші суреттің сұрағына екінші қатар, ал үшінші суреттің сұрағына үшінші қатар жауап береді. Бірінші қатар: өсімдікті неге жасыл түсті етіп көресің? Екінші қатар: неліктен бананды сары түсті етіп көресің? Үшінші қатар: гүлдің түсі қандай? Оның түсін қалай ажыраттың? Осы берілген сызбаға қарап, мына сұраққа жауап беріңдерші. Қандай түстер жұтылды, қай түс шағылды?
Жарайсыңдар балалар, енді ұпайымызды жазып аламыз. Енді мені мұқият тыңдаймыз. Сонда біз денелерді неліктен түрлі түсті етіп көреміз? Айталық, қандайда бір сары түсті денеге ақ жарық келіп түсті делік. Денеден жарықтың сары түсі шағылып, басқа түстері жұтылады. Сондықтан біз денеге сары түсті етіп көреміз. Балалар, сендер білесіңдер ме? Дененің түсі мен жарық бір-бірімен тығыз байланысты. Егер жарық болмаса, түстерді ажыратпаймыз. Сондықтан да қараңғы бөлмеде еш нәрсе көрмейміз. Ал енді мына мәліметті есімізге сақтап аламыз. Жарық сәулесі жұтылады және шағылады. Осы құбылыс нәтижесінде біз айналадағы денелерді көреміз, әрі түстерді ажыратамыз. Балалар, біз қара және ақ түстерді қалай көреміз? Жарайсыңдар, ендеше сабақты қорытындылау үшін менің сөзім әдісін қолданайық. Бір оқушы өзінің сабаққа деген ойын айтады. Айтып болған соң, әрі қарай кез келген басқа оқушының атын айтады. Сөзді сол оқушы жалғастырады. Жарайсыңдар, енді үйге тапсырманы жазып аламыз. Үйге тапсырма жарықтың жұтылуы деген не тақырыбын оқып, мазмұндап келеміз. Балалар, біз сабақтың басынан бастап, өзімізге ұпайларды жазып отырдық. Ендеше соны қорытындылайық. Кім бүгін сабақта жоғары ұпай алды? Жарайсыңдар, өте керемет, сабаққа белсене қатыстыңдар. Кім орташа ұпай алды? Келесі сабаққа одан да жақсы дайындалып белсене қатысамыз. Ал кім төмен ұпай алды? Сабаққа деген қызығушылығымызды қосамыз. Барлығымыз бірге тапсырманы жақсы орындауға тырысамыз. Ал енді сабақты қорытындылау үшін мына бағалау нысанына назар аударамыз. Таңдалған нысанды белгілеп, атымызды жазып, маған тапсырамыз. Бұл жерде 4 нысан берілген. Яғни біріншісі белсенді қатыстым, екіншісі қызықты болды, үшіншісі сабақ түсінікті болды, және төртіншісі жаңа ақпарат алдым. Жарайсыңдар, бүгінгі сабақ қызықты өтті. Сендер де белсене қатыстыңдар. Сабақ аяқталды.